Бүкіл әлем кәлима мен салауат айтып тұрса деген арманым бар еді. Мына оқиға мен жүрегімді сәл тынышталдырғандай болды. Яхудидің көзімен, яки сөзімен. Мединаның қаласында, мешіттің дәл түбінде, егесінен айырылған 9 үйдің бірінде, саз балшықтан тұрғызылып төбесіне ши керген қабырғасы пайғамбардың қабіріне сүйкенген. Әбу Бәкір әкесі тұр қыз Айшаның үйінде. Қызын емес, пайғамбарын шын сағынған күйінде. Ықыласты көзін қадап дереу айтты дерегін, әкесінің еш себепсіз келуінің себебін. Айналайын Айша, саған болсын құрметім. Сен білесің Мұхаммедтің біз білмейтін сүннетін, біз көрмеген, үлгермеген бір амалы болса керек, оны жасау міндетім. Айтшы Айша, қай амалы ешбірінде қалдырма, ертең жүзім жарық болсын жаратқанның алдында. Жүрегінде құлшыныс, жанарында жалыныш, деп сыдықты сөйлетті, сүйіктіге сағыныш. Әкетайым, шыншылдардың мырзасысың, сыдықсың, парыздан соң пайғамбардың сүннетіне сүңгіпсің, досы сенсің шын адал, Алла жанын алғанынша ол үзбеген бір амал, күн шыққанда күнде барып азанда, өтірікші Мұхаммед деп айқайлайтын базарда, бір яхуди қайыршы соғыр кісі бар еді. Пайғамбарды күн түні әңгімелеу әлегі. Сенетіндер сенетін, күлетіндер күлетін. Ал пайғамбар үнемі сол кісіге қарсы шықпай жасап жүрген ісіне тамақтасып жүретін. Жамандаған адамның дарасында қамын жасап отыратын қасында. Өз қолымен ішкізетін суында, өз қолымен жегізетін асында. Деп Айша сәл кідірді. Жалынышты көздерден жалын өтіп білінді, пайғамбарға сүйінді, яхудиден түңілді, солай сыдық тұрды да базар жаққа жүгірді. Сауда емес әрине, сауап үшін бүгінгі. Мұхаммедке ермеңдер, сөздеріне сенбеңдер деген дауыс шығып жатты жаттан да. Әбу Бәкір әнеу жерден таңғасқа бір тәтті алды, жайғасты да жанына әкелгенін ұсынды. Соқыр бірден күндегі адам келмегенін түсінді. Ей, сен кімсің? Деп тіленші тіксінді не шошынды. Күнделікті таңғасыңды әкеп жүрген досыңмын. Жоқ, өтірік, ол емессің. Мен алдағың келеме? Қайдан білдің, әлде сенің ек көзің көреме? Қош жанарым көрген емес жаратқанның жарығын, бірақ бөтен екеніңді дәм бергеннен таныдым. Сенен бұрын келіп жүрген бір кісі, өзгелерден өзгешеді үлгісі, қос қолымен нан жұмсартып беретін бар еді бір үрдісі. Ол тыңдайтын, мен айтамын әрнені, сөйлемей-ақ өмірімді сәндеді, ұсынатын тағамы да тәттеді, алақаны тамағынан дәмдеді. Жегенім тез қортылатын асымнан, ондай жағдай кезікпеген жасымнан, өтпесе екен дейтін едім, сол уақыт кетпесе екен дейтін едім қасымнан. Енді міне сағынышты жазарға, үмітімді күн доятып азанда, тек мен күткен ғажап иіс сол күйі келмей қойды базарға. Әбу Бәкір артық шыдай алмады. Жылады кеп естейтіндей жан жағы, біледі ғой базар түгіл өмірге келмейді енді адамзаттың ардағы. Ей қайыршы қарағым, білмедің ғой көрмеген соң жанарың, бірақ сенің қазір мақтап тұрғаның бұған дейін жамандаған адамың. Мұхаммед пе баяғы жер сипалап тауып алды таяғын, қалайша айналайын асылай, менің айтқан сөздерінен шошымай, қалай жүрген жасымай, ас бергенді таспен ұрған қайран сорлы басымай. Айналада жақын жүрген жұрт көрді, соқыр көзден жастамғанын осылай. Сол аймақты тағы бір жайт таң қылды. Қайыршының қайта даусы жаңғырды. Мұсылмандар, ниетім бар қатарыңа қосылмақ. Әшхаду ан ла илаха иллаллах, әшхаду анна Мұхаммад Расулуллах. Аллах ұлы Мұхаммедті елші еткен, адал арам жақсы жаманды өлшеткен, адамзаттың ардақтысы пайғамбар көр соқырға кереметін көрсеткен. Арамызда Мұхаммедтің өзі жоқ, жанымыздан бірақ кеткен кезі жоқ. Көр соқырдың көргенінде көрмеген, қайран анау көкіректер көзі жоқ. Ай, бәрекелді. Түркістан облысынан Қажымұхан Абзал бақындарыңыз.